етістіктер табам дейді. Сурет бойынша мәтін құрастырып жазам дейді. 5-ші сұрақтың суреттерінің көмегімен мәтін құрастырып жаз. Мәтіннің көңілін көктем табиғат ұйқысынан оятты сөйлемінен баста дейді. Міне бұл жерде заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістіктейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, жүгірді, өсті, ойнады, сайрады. Қараңыздар, мына жерде аюды көрсетіп тұр, құстарды и бүршік атқан талдарды. Мына қараңыздар. Көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты. Бүкіл қыс бойы ұйқыда болған табиғат ұйқысынан оянды. Не істеді? Оянды. Етістігі қар еріп, күн жылып, ағаштар бүршік атып келеді. Не істейді? Келеді, етістік. Жерде шөптер көгеріп, мынау к, сосын жерде ө, мынау г, көгеріп деген сөз. Түсінбесеңіздер, бәрі жаңаруда. Құстар да аспанда шарықтап, туған жерге оралуда. Қыста ұйықтаған аю да оянып, тамақ іздеуге шығады. Не істейді? Шығады, етістік екен бұл да. Өстіп, сөйлем құрап жазсаңыздар болады екен, өздеріңіздің ойларыңызбен. Енді келесі 6-шы атты берілген сөздердің бәріне ортақ етістікті тап дейді. Аққу, кеме, үйрек, көбелек, ұшақ, инелік дейді. Мына қараңыздар. Аққу жүзді, кеме жүзді, үйрек жүзді. Көбелек ұшты, ұшақ ұшты, инелік ұшты деп жазады екенбіз. Енді 7-ші атты сөздерді оқып, олардың етістік екенін дәлелде. Етістік екенін дәлелде дейді. Қараңыздар, бұл жерде не істеді? Сайрады. Не істеді? Үрді. Не істеді? Жазады. Не істеді? Көрді. Қайтты? Жарқылдады. Гүлдеді деген сұраққа жауап берді. Мынау сұрақтары, мынау жауаптар екен. Не істеді? Ойлайды, жинайды. Өйстіп, етістік екенін естіп сұрақ қойып дәлелдейді екенбіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді. Мына жерде қалқапты айтпақшы 9-шы атту. Анамен зо дүкеніне бардым. Зо дүкенден зоопаркке бардым. Соған тор ішіндегі тотықұс қатты ұнады. Сатып алуға тура. Өтінішіне ананы қалай жеткізесің? Ол үшін төмендегі 3 сөйлемнің қайсысын таңдайсың дейді. Анашым, мен мына тотықұсты аламын. Анашым, мына тотықұсты алып беріңізші. Анашым, әдемі тотықұс екен. Алайықшы, мен өзім қарауға әдейі берем. Осысы дұрыс екен. Осыны жазасыздар. Сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар.